Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздерге жиреншенің әйелі туралы шешендік сөзді оқып берейін, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Әйелі дүниеден қайтқан соң жиреншені қарап, бағып күтіміне көз қырына алу үшін хан өз сарайына алдырады. Жиренше күндерде бір күн үйін сағынып ханнан, егер лұқсат етсеңіз, үйіме қайтқым келеді депті. Ол тіпті бара-бара ақлап, үхілеп, күңірене беруді шығарыпты. Сонан соң хан жиреншенің өз үйіне қайтпай қоймайтынын түсініп, қайтсаң қайта бер, лұқсат бердім депті. Үйіне кеткен жиреншенің артынан бір күні хан адам жібереді. Жиренше не деп отыр екен, барып біліп кел деп. Жиренше өзінің жыртық үйіне келіп, ұйықтауға дайындалып жатыр екен. Сонда ол: «Ай-хай, менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім, бәрінен де жақсы екен, қайран менің өз үйім» деп, аяғын көсілсе, аяғы қостың сыртына шығып кетеді екен. Жіберген адамы қайтып келіп ханға: «Тақсыр, жиреншенің үйіне барсам дейді, ол жыртық қоста ұйықтайын деп жатыр екен. Ұйықтар алдында: ай-хай, менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім, бәрінен де жақсы екен, қайран менің өз үйім» дегенді айтады дейді. Сонда хан тұрып, жиреншеге бір ел алып бермей болмас, әйтпесе қамығып жүріп бір күні жоғалар, сөйтіп жиреншемізден айырылып қаларымыз, бар шақырып кел оны дейді. Жиренше келген соң хан: «Жиреншем, өзіңе ұнаған бір қызды айттырып келші, оған қанша болса да мал берейін» дейді. Сонан жиренше қасына бірнеше жолдас ертіп өзіне ұнаған қызды іздеуге кетіпті. Іздей ақыры бір қызға кездесіпті. «Шырағым, аулың қайда?» деп сұрапты кезіккен қыздан. «Аулымыз мына тұрған обаның астында» депті қыз. Жиренше жолдастарымен қыздың көрсеткен аулына келіпті. Келсе, бір жаман қос екен. Үй сыртынан келіп: «Кім бар?» деп айқайласа, үйден шал шығып: «Жолаушылар, жол болсын» депті. Жиренше: «Жол болса қонақпыз, рұқсат болса қонамыз» депті. «Қонақ болсаңыз қош болады, қоныңыз» дейді шал. Жиренше жолдастарымен аттан түсіп қосқа кіреді. Сол күні қонып, ертеңгісін ертемен шай ішіп аттанар кезде жиренше қызға қарап мұртын сипайды. Қыз тұрып қасын сипайды. Жиренше шашын сипайды, қыз да тұрып шашын сипайды. Содан соң қыз да жиренше де жайылы жатқан тулақтың түгін сипайды. Осыдан соң ешбір сөз жоқ. Жиренше жолдастарымен аттанып жолға шығады. Бірнеше күн жүріп отырып аман есен ауылдарына жетеді. Жиренше ханға амандасуға барады. Амандық саулық сұраған соң хан: «Қане жиреншем, өзіңе ұнаған қыз таптың ба?» дейді. Жиренше: «Таптым, тақсыр, бірақ мал сұрайды» дейді. Сонда хан: «Қанша сұраса да малым бер, сол қызды не қылсаң да алып кел» дейді. Жиренше қасына бірнеше қосшы алып, қисапсыз көп малды нешеме күн жүріп, қыз тұрған ауылдың үстіне айдап келеді. Көп мал сүйкеніп тұрған қостың қабырғасын қақыратып жібереді. Әкесі сонда: «Уа, қанжауғыр, бұл кімнің малы? Қосты қирататын болды ғой тегі» деп қолына таяғын алып ашуланып сыртқа шығады. Сонда қыз тұрып: «Әке, ол малды қанжауғыр деп қарғама, бұл сізге келген мал болар. Мен сонау күнгі келген қонақпен сөйлесіп, әкем мені тулақтың түгінде көп малға береді деп айтқам» дейді. Қыздың әкесі: «Жалғызым-ау, тулақ түгінің санына кім жетіпті? Келген осы малды берсе де жетіп жатыр, бұдан артықты сұрамаймын» дейді. Солай десіп тұрғанда мына жағынан қосшылары мен мал артынан жиренше де жетіпті. Ол шалмен құдаласып, әкелген малын беріп, ертеңіне қыздың некесін қидырып, өзінің жыртық қосына кіргізеді. Сөйтіп ханға амандасуға барады. Хан: «Жиреншем, аман келдің бе? Қалай, әкелдің бе? Келін жақсы ма?» дейді. Жиренше: «Тәуір, жаман емес» депті. Содан хан: «Жиреншенің әйелі қандай кісі екен, барып көріп келіңдер» деп өзінің 3-4 қадірлі адамын жібереді. Хан адамдары жиреншенің үйіне келеді, қонақ болады, әйелін көреді. Несін сұрайсың? Ақ жібектей есілген, алма мойын әппақ бір қыз екен. Хан адамдары мұны көріп бек тамаша болыпты. Олар ханға келіп:
жиреншенің әйелін, оның жүріс-тұрысын, бет-бейнесін айтып жеткізгісіз мақтай келіп, тақсыр, бұл адам жиреншеге емес, тап сіздің өзіңізге лайық екен дейді. Не керек, мына сөз ханның көңілін бұзыпты. Жиреншені қанша жаратса да, мыналар үйтіп азғырған соң, хан да жұмыр басты пенде емес пе, көңіл ауып. Қайткенде де жиреншеден сол келіншекті өз алуға айналыпты. Бірақ тартып алуға болмайды. Айламен алуға жиреншенің өз сөзге шешен адам. Хан бір күні адамдарын жинап, жиреншеден бұл келіншекті қалай аламыз? Бұған не айла бар деп кеңес сұрапты. Олардың бірі анайланы, бірі мынайланы айта тұрса да дағдарғандай болып ешбір амал табылмайды. Сонан соң адамдардың бірі тұрып, хан тақсыр, сіз былай етіңіз, жиреншені шақырып алыңыз да, мен саған 100 еркек қой беремін. Соларды қой қоздаған уақытта қоздатып бересің. Егер қоздатып бермесең, жаныңды аламын деңіз. Арғы жағы өз-өзінен белгілі болады. Содан соң жиреншені шақырып алады да, мен саған 100 еркек қой беремін. Соны жазғы тұры қой қоздаған уақытта қоздатып бер. Егер қоздатып бере алмасаң, басыңды аламын дейді. Жиренше сірә бұл сөзге еш нәрсе тауып айта алмай дағдырып қалады. Көңілі бұзылып үйіне барса, алдынан жарқырап келіншегі шығады. Ол күйеуінің көңілі бұзылып келе жатқанын біліп, жарқыным, бүгін неғып көңілің бұзылып келе жатыр? Не жайыңыз бар деп сұрапты. Жиренше, көңілім неғып бұзылмасын? Хан бір ауыр шарт айтты. Соған ешбір жауап таба алмай, жанымнан үміт үзбекке келе жатырмын, дейді. Әйелі, ол не қылған шарт? дейді. Жиренше, хан айтады, мен саған 100 еркек қой беремін, соны жазғы тұры қой қоздаған уақытта қоздатып бер. Егер де қоздатып бере алмасан, басыңды аламын деді. Мұнан артық ауыр сөз болар ма? Еркек қой қоздай ма екен? Сонда әйелі тұрып, қайғырма, Құдайың берген екен. Бар жылдам 100 еркек қойды айдап келе ғой депті. Жиренше барып 100 еркек қойды айдап келіпті. Әйелі, бұл қойды ай сайын бір-бірден сойып отыр. Ет керек қой жеуге. Қалғанын базарға алып барып сат, киім-кешек, шай-шекер алда, жалғыз еркек қойды босағаға байла, қыстай соны бағып шығарымыз дейді. Жиренше байғұстың дағдырғаны ғой, әйелінің айтқанын бәрін істеп, жалғыз қойды әкеліп есіктің түбіне байлап қояды. Сонан ханға ақыл берген билердің бәрін мұны ақыл көріп, жақсы қылды, қойдың бәрінен айырылды. Енді не қылар екен? Мақсатыңыз сірә орындалар деп қуанысады. Қыс өтіп, жаз шығады, қойдың қоздайтын уақыты болады. Енді кесулі күн келіп жеткен соң, хан манаға ақыл үйреткен адамдармен жиреншеге бет түзейді. Хан ауылға жақындар кезде жиреншенің әйелі ана қойды бауыздап жібер дейді күйеуіне. Жиренше жалма-жан қойды бауыздап жібереді. Хан үйдің сыртына келіп айқайлап, жиренше үйде ме? деп сұрайды. Сонда жиреншенің әйелі екі қолын жалма-жан сыбанып жіберіп, бауыздалған қойдың қанымен өзін екі тірсегіне дейін бояп, қан болып қанның алдына шығады. Қан шошып кетіп, шырағым-ау, тірсегіне дейін қан болып неге үйге ұшырағансың дейді. Жиреншенің әйелі, тақсыр, жаңа ғана жиренше шешен жас босанып, қолымның қаны содан еді депті. Ой ақымақ, еркек кісі туатын беді депті хан. Сонда жиреншенің әйелі, тақсыр, төрелігін өзіңіз айтыңызшы, еркек қой қашаннан бері қоздайтын еді дейді. Сонда хан санына қолын бірақ соғып, қап болмас, жүр қайтайық дейді. Содан халық жиреншенің әйелі өзінен де асқан тапқыр екен деп мақтайтын болыпты. Тыңдағандарыңызға рахмет.